өзүңүзгө кандай эсир болду? Қалай айтсаңызшы? Маған енді бұл енді қайтадан мен туғылдым десем де болады. Осы алма берді бәрімізге. Әкем өзі жақсы жұмыс істеген, жақсы үйренді. Сол үшін Фархат 1000 ағаш берді бізге. Сол инструкторы болғанда шу сізнікі кейініңізден уже бір ұстаз тәрілдіңіз. Шу дадамныкі кейініден оқуғычылар Қазақстанның ішінде көп адам үйренді. Мен өзім 2007-2008 жұмысқа кірдім. Біздің сатта алма болды. Мен қарадым. Ой, бұл көп алма. Мен керек емес маған бұл алма. 1000 ағаш керек емес. Әкем айтты, жоқ, асықпай жұмыс істейік, көрейік деп. Енді мен бұл алмадан қалай айтсам болады, мен өмірімді басқа адам сияқты көрдім өзімді. Мен ойлаған, мен адам, бірақ қандай адам мен деп өзім ойлаған, бірақ осы алмамен мен өзімді білдім. Енді бізді Алла Тағала жаратқан адам, жаратқан бәріге осы ағаштарын бақылау үшін біздің жаратты, бірақ біз білмегендіктен ағаш әртүрлі өсті. Қиын болды оған, жемісті бермеді, жел болмады болған. Енді мен өзімді қалай қарасам өзімге, алмада солайды қарап отырмын. Бірақ ол алма сөйлемейді, бірақ ол бізге қарап тұрады, тазалықты тұту керек. Егерде біз алманы таза тұтсақ, өмірі ұзақ болады, жемісті сапасы жақсы болады. Алманы өзімге көп салыстырам өзімге, адамға. Егерде біз ештеңе айтпай, білгені ешкімге түсіндірмей, қараңғыда жүрсек, бізде жақсы жеміс бермейміз. Жақсы бізден ұстаз шықпайды. Егерде біз білгені бәріні үйретсек, күн бізге түссе, жақсы балдарны үйреткен сияқты алмада тура сондай жемісті береді. Адам сияқты бұл да сынақ болады. Егерде дұрыс бұтап, дұрыс жүрсек, осында біз сияқты жемісті жылда бере береді.